мынандай бір оқиға есіме түсіп отыр. Абу Махзура деген бір сахаба болған. Абу Махзура дегеніміз меккелік бір сахаба. Bir күні пайғамбар салам бір жорықтан қайтып бара жатады. Бір жорықтан қайтып бара жатқан кезде жаңағы Абу Махзура пайғамбарды қатты ұнатпайтын. Жай сәл бір ішінде бір несі болады, ызасы болатын жаңағы пайғамбарға деген. Кішкентай бала ғой енді. Сөйтіп бір 10 бала болып шықтық дейді пайғамбар салам артынан. Пайғамбар салам Меккеден Мединаға қайтып бара жатыр. Пайғамбар салам бір жерде тоқтады. Сөйтіп сол жерде бір азаншы тұрып, азан шақыра бастаған кезде мен тұрып азанды мазақтай бастадым дейді. Яғни сөзін қайталап, азанды жаңағыдай мазақ қылып ойнадым дейді. Сонда пайғамбар салам оны естиді ғой. Жаңағы балалардың бәрін шақырып алады. Сөйтіп не дейді? Жаңа мен бір әдемі дауысты естідім дейді. Қайсыларын дейді, жаңағыдай әсем дауыстыларын қайсыларын деп. Барлық балалар кішкентай балалар ғой. Мына деп Абу Махзура көрсетеді. Сөйтіп жарайды, сен қал, сендер бара беріңдер деп жаңағы балалардың барлығын сөйтіп қайтарып жібереді. Сөйтіп жаңағы Абу Махзураға кәне азан шақырып көрші деп бұйырады. Сонда Абу Махзура мен азан шақыра алмаймын дейді, мен білмеймін дейді, мен жай ғана мазақ қылдым, мен білмеймін дейді. Сонда пайғамбар салам азанды оған өзі үйретеді. Қайтала дейді. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аны қайталайды. Сөйтіп әрбір сөзді пайғамбар салам жеке-жеке үйретіп береді. Кейін басын сипайды. Және де бір оған бір сәл не береді, андай күміс ақша береді. Мына саған деп хадия деп. Сөйтіп барда енді Меккеге барда азан шақыр дейді. Енді сен Меккенің азаншысы боласың дейді. Басын сипаған кезде, көкірегін сипаған кезде Абу Махзура айтады, мен деген пайғамбарға деген бұрынғы болған ызам барлығы кетті дейді. Мен керісінше пайғамбарды қатты жақсы көріп кеттім дейді. Қараңыздаршы. Сөйтіп Абу Махзура барып Меккеге барады. Меккеде өзінің өмірінің соңына дейін азан шақырады. Кейін оның баласы азан шақырады, кейін оның ұрпағы азан шақырады дейді. Имам Шафиғидің уақытына дейін не дейді? Сол ұрпақ азан шақырады, Меккенің азаншылары болады дейді. Мына пайғамбар саламның қандай өзінің несі жылы мінезі. Жаңағы баланы не істеген жоқ, сен не деп алсың, не азан мазақтап жатсың? Ұрысқан жоқ та, ұрған жоқ та. Керісінше оған жылылық көрсетіп, анау баланың жүрегін өзіне баурап алды. Мына бір таза сахih риwayat.